Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер, ағылшын тілін үйрену каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ағылшынша оқу ережесі деген тақырыпты жалғастырамыз. Екінші сабақ. Дайын болсаңыздар, бастайық. Алдыңғы сабаққа қысқаша шолу жасап шығайық. Ашық буын дегеніміз дауысты дыбысқа аяқталатын буындар. Яғни дауысты дыбыс дегеніміз, мысалы, қазақ тілінде а, ә, о, ö деген секілді дыбыстар. Енді егер де осындай дыбыстарға аяқталатын болса, ағылшын тілінде, яғни а, и, ай, о, ю деген сияқты әріптерге, онда бізде дыбысымыз, буынымыз ашық буын болады. Енді ашық буында а, и, ай, о, ю әріптері дәл алфавиттегі атауларымен оқылады. Алфавиттегі атаулары дегеніміз, яғни мысалы біз A, B, C, D деп оқимыз ғой, сол сияқты оқылады. А әріпі A болады, Е деп тұрған әріп И болып оқылады, I әріпі болып оқылады деген сияқты. Мысалы, қарайық, same сөзі. Same бізде ашық буын, себебі ол дауысты дыбысқа аяқталып тұр. Мына жердегі А әріпі A болып оқылады, same, дәл алфавиттегі атауымен. Note, O әріпі тоже O болып оқылады алфавиттегі атау бойынша. He, fine, cube. Бұл түсінікті болды деп ойлаймын. Енді Y әріпі бізде исключениеге жатады, ол ашық буында I болып оқылады. Мысалы, my type. Ары қарай мысалдар қарастырайық. Мысалдарды оқимын. Note, loan, mice, rice, type, tune, shy, lay, say, he, hey, name, same, nine, nice, game, came, make, Kate, Pete, five, type. Енді сіздерге үй тапсырмасы осы сөздерді оқып, комментарийде қалдыру, яғни қалай оқисыздар, солай комментарийде қазақша шрифттермен жаза беріңіздер. Барлықтарыңызға сәттілік, сабақ түсінікті болды ма? Және қандай алдағы уақытта тақырыпта видеолар күтесіздер, соны жазып кетсеңіздер болады. Назарларыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.